Ағай, сіз әдемі болып тұрсыз, ағай. Әдемі сұрақ қоясың. Оған дейін не істеп кетеді ағай? Давай дейміз болмайды. Ағай мектеп қоясың ғой. Қойыңыз. Кел, Әсемай. Саламатсыз ба? Атыңыз кім? Әсем. Әсем, тоқ. Кертаева Әсем Женсқызы. Қай сынып оқисыз? 9 сынып оқушымын. 11-лерге қандай тілегіңіз бар? 11-лерге ұбт-ға баратын оқушыларға әрдайым жолдарың ашық болсын, ұбт-дан 140 балл алыңдар, өмірде өз орындарыңды тауып, биік шыңдардан көрініңдер, әрқашанда жүздеріне күлкі кетпесін, өмірде тек жақсылық тілеймін. Рахмет. Содан кейін 11-ші сыныпта саған есінде қалатын кім? Маған есімде қалатын көп. Кім? Не себепті? Көп қыздар да, балалар да бәрі есімде қалады деп ойлаймын. Өйткені мысалға қыздардан Жұлдыз бәріне ат салысып мектепте көбіне көзге түсетін сол. Сосын Балалардан? Лаура әрдайым өзінің сыпайылығымен, тәрбиелігімен көзге түседі. Сосын қымбат, әрдайым сәнді киінуге, сәнді киінуге тырысады. Ұлдана өзін әңгімемен тартқанын жақсы көреді. Тез араласады, ашық. Мен Әсемай шашы ұзын қыз, әрдайым күліп жүреді. Әрдайым күліп жүреді, көңілді. Жұлдыздың қасында жан досы ретінде танимын. Фатима? Фатима, Назира, екеуі жан дос, екеуі кей-поп әншілерін жақсы көретінін білемін. Әрдайым соларды айтып жүреді. Гүлнұр момақай, үндемейтін қыз ретінде. Балалардан? Рамазан. Не себеп талады есінде? Ол только мен диджей ретінде есінде қалады. Өмірі өзі дискотека болсын деп қала жүреді да, сосын өзі билемей әшейін сол ненің қасында, аппаратураның қасында отырады. Жансерік? Жансерік жақын досым ретінде қалады есінде. Ойдой. Әрдайым күліп, ойнап, қыздарға тиісіп жүреді. Қыздардың қасынан шықпай, ойнап. Дәуір ағам ретінде, ол, как всегда, өзім үндемей. Рауан жоқ, менде Рауан ондай жоқ. Тәрбиелігімен, өзінің сыпайылығымен, ақылдылығымен. Есте қала ма? Есте қала. Рахмет көп. Давид. Осындай коробкада сырт осындай. Мынаның ішінде ку-ку. Кірсейші. Тұршқанмен кірем. Мына етеп тұршы, насып етеп тұршы. Құртырма етеп тұр. Сен жатқан ақылды баламыз Айтбек Рауан. Сенің идеяң
иә мен айттым содан кейін барып әйтеуір рауан көмектесті Кім істеп отыр? Кәм мақтаншақтар сөйлейміз де хочет. Міне кім істеді бірінші, кім істеді? Кәм кім істеді бірінші? негізінде мен ой тастағанмын бірақ та рауан қолдап жіберді Қолдаған жоқ, мен істедім. қолдадың Ұрма, ауырады. мен саған айттым ғой осылай істейік одан да Кетші. үйтпе одан да кітап қылып істейік деп мен айтқам рауан қойшы бер сынымнан бір қыздар жібере сал айтылмайдан басқасы жұлдыз не істеп жатсың Қоңырау шалды. Былайдан түсірші, ылғай былайдан түсіресің. Аслайым 11-ші сыныпқа өзінің әр оқушыға ерекшеліктерін айтып Мысалға, Рауан физика, математикадан. сырт келбетіне, бүйтіп жүрісіне Жүрісіне келтіре ма? Рауан былай қарасаң, былай қара торы бала, бойы ұзын. Мектептің қыздарының арман деп те айтсам болады. Мектептің қыздарының арман деп те айтсам болады. Өзі қара торы бала, былай көзге ерекше түсетін бала деп те ойлаймын. Мысалы, әсем сен алатын болсақ, сен де көзге ерекше түсетін қыздар. 11 сыныптың қыздары, балалар түгел көзге ерекше түседі, себебі бітіруші сынып болғандықтан барлығы ерекше көзге түседі деп ойлаймын. Себебі әркімнің өзінің ынтасы бар, пәнге ынтасы бар түрлі мамандықтарға тапсырып отыр ұбт-ны. Сол ұбт-дан ең жоғары балл алу үшін осы 11 сыныпқа қалып өзінің білімін шыңдай түсу үшін қалды деп те ойлаймын. Бір жағынан 11 сыныпта бір қызығымен өтетін сияқты көрінеді. басқаларға сипаттама берсеңіз Басқаларға мысалы ұлдана бойы орташа, әдемі, мінезі керемет деп те айтсам болады. Қымбат өзімнің әкем болғандықтан өзіме үйдегідей көрінеді, себебі үйде қалай болса да мектепте тура солай көрінеді. қандай болып көрінеді Мінезі бір жағынан бар деп те айта аламын өзінің. Бірақ мінезі де бар, бір жағынан несі де бар, түрі де келбеті де түгел бар деп те айта аламын. Басқа кім сипаттайды? барлық оқушыларды ше Жұлдызай біздің көзімізге әнмен түскен оқушылардың бірі болып көрінеді. Жұлдызайды мен мінезі ашық, жарқын деп ойлаймын. Ал әсем саған келетін болсын, сен биден содан көрінген болатынсың. Мың бұралға биші деп те айтсам болады. Сен Назираға келетін болсақ, Назира суретші деп те айтсақ болады. Ең бірінші көзімізге осы Мәлік ағайдың кабинетіне ең бірінші Назира түсетін болған етімізге. Назираның өнеріне қарап біз таң қалатынбыз. Назираның суретін көріп мә деп қалатынбыз бәріміз. Фатима ағылшынға байланысты және де ағылшынша өлеңдерді сондай Eagles деп те айтса болады. Сөйтіп те айтса болады. Көбінесе сондай түрде көрінеді бізге. Тағы кімді айтсам болады. Ағылпа ол томпақ әрі сары қыз деп те айтады. Класстарының ең сәттісі деп те айтуға болады. Лара мейірімді әрі сабағын жақсы оқиды, былай тәрбиелі, өнегелі қыз деп те айтуға болады. Гүлнұр тәртіпті, мейірімді, мінезі ашық жарқын деп те айтуға болады. Рамазанға келетін болсақ, Рамазан көбісі біздің мектептің атаман деп те ойлайды. Бірақ біздің мектептің атаман деп ойлайды, бірақ Не олай ойламайды? Мен олай ойламаймын. Бірақ көбісі біздің сыныптың өзіне келетін болсақ, біздің сыныптың өзінің қыздардың арман деп те айтсақ болады. Біздің сыныптың қыздардың Арман екенсің. Бір күннен жүріп алғансың. Біздің қыздар ең мықты жақсы көретін осы. Не болса да балалар тезде де бір
нәрсе болса да Рамазан, ауыздарынан Рамазан түспейді. Қандай сезімдесіз? Кім, тағы кім? Дәуір. Дәуірді біз ең алғаш махаббаттан байқаған болатынбыз. Ол вообще 11 сыныпқа келіп ашылған болатын. Біздің сыныптан Қалай махаббаттан? Айназын махаббаттан білуге болады. Ең алғашқы махаббат деп те айтуға болады. Кімнің? Айназ. Айназ шынымен жақсы көріп қалды деп ойлайсыз ба? Әрине сол үшін талай жылаған. Тақында қандай сырларды айттыңыз Айназдың? Міне Айназдың жақын досы. Айназдың жақын досы. Аха. Жансерік бар. Жансерікті. Вообще осы уақытқа шейін вообще танымам. 11 сыныпта бірақ таныған мен оны. Басқа не керек? 11 сыныпқа тілеріңіз. 11 сыныпқа алдағы келе жатқан бірыңғай ұлттық тестте 140 балын алуға тілектеспін. Және де өзінің мамандығын, әркім таңдап отқан мамандығын, сол мамандықты игеріп алып шықса деймін. Және де сол мамандықта өзінің маманның иесі болса деп ойлаймын. Және де тілерім барлығыңызға мол бақыт, зор денсаулық. Тек алға деймін. Және де барлығыңызға бақыт. Рахмет. Сәлеметсіз әпке. 11 сыныпқа қандай тілек тілейсіз? 11 сыныпқа тек қана сәттілік. Мынау алдағы ұлттық бірыңғай тестілерде сүрінбей өтіп, үлкен жетістікке жетіп, ата-анасын, бізді, өздерін қуантып, қалаған жоғарғы оқу орнының грантын ұтып алсын деп тілеймін. 11 сыныптан кім есіңізде көбірек несімен қалады? Іс-қимылмен, мінезімен деген сияқты. 11 сыныпта көбінде мен білімдеріне көңіл бөлемін. Білімімен маған ойымда қалып жатыр. Олардың әрбір апта алған орташа ұпайлары, ең негізгі нәрсе менде осы нәрсе есімде қалады. Осы біздің сыныппен қандай қызықты оқиғалар болды? Соның бірін айтып берсеңіз. Бұл сыныппен мен сынып жетекшілік еткен кезде қалаға қыдыруға бардым. Қыдыруға апарған кезде оларды алғаш рет орталықтағы Тараз қаласының орталықтағы бір жақсы кафесіне апарып, сол жерде отырғызып, мәдениеттің қандай екенін үйретіп, бәріміз бірге өте бір көңіл қошымыз керемет болып сонда қыдырғанымыз есімізде. Және бірігіп Маевкаға шыққанбыз, 2 сынып. Сол кездегі осы қыздарымды шомылдырып, суға тартыңдар деп өзім айтқан. Сондай бір қызықты сәттер осы кезде ойлаймын. Болашақта әр оқушыдан қандай үміт күтесіз? Несімен? Немесе қандай тұлға ретінде көресіз? Болашақта мен осы сыныпты керемет тұлға ретінде көремін, өйткені өзіме өте жақын бұл сынып. Өзім сынып жетекшілік болғаннан кейін бұлардың әрбір жетістігіне қуанамын, сәл бір жерден сүрінсе, кәдімгідей қайғырамын. Және соны ойлап үйде кеше де мысалға осыны қатты уайымдап, қандай кедергілер кездеседі екен осыларда. Сол кедергі кездеспесе екен деген жақсы. Негізі ниетім өте жоғары. Бұл сыныптарға өте жақсы көремін. Мен енді бірінші қыздарымнан бастайын. Алдымен Жұлдызайды айтайын. Жұлдызай енді өзінің алдына қойған мақсатты нақты, сол мақсатқа жетем деген үлкен үмітпен жүр. Және мен ол үлкен үміт күтемін Жұлдызайдан. Бұл өзіне тән қойылған құқық жөнінде бір керемет маман болып шығады деп ойлаймын. Өйткені ол ақжарқын, көпшіл, бәрінің тілін табатын, жан-жақты қыз. Екінші, Назираға тоқталайын. Назирадан мен болашақ керемет дизайнер немесе архитектор болады деп күтемін. Бұл кісі өте қолынан келмейтіні жоқ. Облыс деңгейінде өзінің жұмысын көрсетіп, республикалық деңгейде жұмыстарын шығарып, басқа бетіне шығып жүрген бірнеше жүлденің иегері. Сондай-ақ бас жүлденің иегері. Сондай-ақ Әсемай да мектепте өте жақсы оқыған қыз.
Бұл қыздан да үлкен үміт күтеміз. Өзінің арманы әскери мамандықты қалап отыр, соның сүйікті өзінің мамандығы деп ойлаймын. Өйткені ол қыз соған лайықты, және бұл қыздың да мінезі қажетті кезде қайратты болатын, таптырмас керемет, қайсар мінезі бар. Анасы, әкесінің жанашыры бұл қыздарымыздың бәрі. Келесі Лаура. Лаураны жақсы көремін. Лаура да өте, қандай сабақты алса да өте бейімді, қандай сабақтарға өте бейімді. Барған жерде қандай жоғарғы оқу орнына түссе де мен бұл қыздарым үшін ұялмаймын. Олар бізді ұятқа қалдырмайды және жоғары дәрежеде оқып, керемет білім мамандығы болады деп ойлаймын. Ал Төлеген Фатима. Төлеген Фатима ол менің олимпиадаға дайындаған менің алтын қызымның бірі. Аудандық олимпиадалардың бірнеше мәрте жүлдегері, облыстық олимпиадада эстеден жоғарғы орын алған. Төлеген Фатимамыз да өте білімді, білікті оқушым, және одан керемет маман шығады деп ойлаймын. Фатиманың таңдаған мамандығына да мен өзім қосыламын, өйткені ол гуманитарлық бағытты жақсы таңдаған. Ал енді Айтбек Рауан. Айтбек Рауаным бұл робототехникаға өте бейім, физика, математика жағын алып шығатын, кейін бұдан атақты ғалым шығуы мүмкін. Бұл жоғарғы оқу орнында мұғалім болып қалуға тиісті, менің енді ойым ол қалады да, және ода жүзеге аспаған нәрселері көп. Егер материалдық техникалық база мықты болатын болса, Айтбек Рауаннан үлкен үміт күтіп отырған оқушымыздың бірі. Енді Русланға келейік. Рамазанға келейік. Рамазан өте жайдарлы. Рамазанның ниеті өте түзу. Ешқандай қиын сәттер болсын, ешкімді тастамайтын, жолдың ортасына тастап кетпейтін, өзіне нық сенімді, таңдаған мамандығының бір керемет жақсы иесі болып шығады. Өйткені оның мінезі осы мамандық, таңдап отырған мамандығының үдесінен шығатынына мен 100% кепілдік бере аламын. Ендігі біздің айтатынымыз қымбат. Қымбатта Мықтыбаева өте шығармашыл, ол өте сурет салғанға бейім, сабақтары да жақсы. Сонымен қатар бұл да суреттен бірнеше жүлделі орындар алып жүр. Бұл қыз да шығармашылық тақырыпқа келгенде жақсы нәтиже береді деп ойлаймын. Таңдаған мамандығы да, өзінің таңдаған пәндері де өзіне лайықты. Олдана Пернебекова. Пернебекова бірінші сыныптан бастап жақсы оқыған қыз. Бұл көңіл күйдің адамы. Кейде тез ренжиді, тез оны ұмытады. Өзінің бойында осындай қасиеті бар. Бұл қасиет негізі жаман емес. Ол бірдеңеге тез күйініп, және соны тез жүрегіне қабылдайды. Бірақ соның үдесінен шығып, ары қарай жалғасып, осы істі аяқтағанға бір таптырмас қыз деп ойлаймын. Гүлнұрдың мамасы өте керемет, қызды жақсы тәрбиелеп келе жатыр. Әр мереке сайын маған мерекелік сыйлығын жіберіп тұрады. Мен ол сыйлық болғанда жаңағы телефонмен сөйлесіп, маған бір әдемі тілектерін айтып тұрғанда, мен тек жүрегім кәдімгідей жылып, бір жақсы көңіл күйде боламын. Анасы көп кітап оқиды, бұл қыздан жаман қыз шығады деп ойламаймын. Бұл қыз болашақта бір керемет, бір семьяның ұйытқы болатын, бір әулетке ұйытқы болатын бір жақсы бір мінездеме бере аламын. Бұл керемет жақсы қыз. Ендігі айтатыным Дәуір де жақсы. Ол енді алдына қойған мақсаты оқуға бармас бұрын өзімді шынықтырып, жаңағы әскери борышымды өтеп, содан кейін ғана барып, мен өзімнің нақты шешімімді қабылдаймын деп отырған жігіттің бірі. Арамыздағы ең нәзік жігіт, бірақ қолынан келгенше ол да ата-анасының үдесіне шығуға тырысып жүрген бала. Және ол ата-анасына өз көмегін аямайтын бала болады деп ойлаймын. Енді Жансерік. Жансерік бір красавчик болады. Жансерік бір әдемі жігіт болып өседі. Жансеріктің енді жүрек қалауын таппасақ та ол баланың. Бірақ өзінің мені бар, орны бар, көп ашыла бермейтін, болашақта бір жақсы кісі болатын сияқты, бір әдемі, бір психологиялық тұрғыдан сондай өзін дайындаған бір сондай бір қалыпты жігіт.
бір сыдырғы. Ағылпамыз, ол Ағылпа еркесі, мамасының өшен жігіттердің арасында туылған, өте жақсы еркелетеді оны, бәрімізге де осылай көрінеді. Сабақта кейде жалқаулығы бар, бірақ пысық, өзінің ісіне пысық, алғыр, болашақ мамандығын дұрыс таңдап отыр. Құдай қаласа ол да өзінің ойындағы арманына жетіп, осы мамандығының иесі болса екен деп ойлаймын. Енді қалды. Аружанды айта салайын енді осы жерде. Аружанға қатты сенгенбіз осы жерде. Осы Аружанымыз бізді алып шығады деп. Оған түрлі жағдайлармен ол қалаға ауысты, бірақ ауысқанмен де ол жақта да біздің атымызды жаман шығарып жатқан жоқ. Ең жоғарғы ұпайларын жинап жатыр. Құда қаласа, бұл қызымыз да біздің ақкөңіл. Ол Аружанда бірдей келіп, хабарын біліп, өзінің не жасап атқанын, тіршілігін бәрін айтып, ақылдасып отыратын қыз. Яғни үлкенмен ақылдасқан қыздар, ол болашағы жақсы, жарқын болады деп ойлаймын. Аяжан да ол ерке, ол да бізден 10 класста кетті, бірақ Аяжан бәрібір осы біздің өзіміздің шәкіртіміз болғаннан кейін орны бөлек тұлға. Аяжанда құда қаласа оқуға түсіп кетеді деп ойлаймын. Аяжанның қолынан көп жақсы нәрсе келеді. Мен осындағы 11-ші сыныптағы қыз балаларыма да, ұл балаларыма да тек қана жоғарғы дәреже, жоғарғы үмітімізді ақтай білетін шәкірт ретінде ғана қараймын. Басқа кейде төмен алып қалса да мен оған ренжімеймін, өйткені бұлар жоғарғы дәрежені көрсетеді. Өйткені бұларда намыс көп, жігер көп. Сыныбымыз өте керемет біздің. Осы сыныптарымыздан үлкен үміт күтемін. Жұлдыз бәрін 140, ең төменгі 130-ды аласыздар. Рахмет сізге. Көп рахмет. Сұхбат жасадық. Енді бабушкасын жасаймыз. Сәлеметсіз әпке. Сәлеметсіз. 11-ші сыныпқа қандай тілек тілейсіз? 11-ші сыныпқа тілейтінім, мына Алла қаласа, 12-сіне аттестаттарында қолдарына алып, биік шыңнан көрініп, одан кейінгі тұрған үлкен белес ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы балл жинап, содан мектебіміздің абыройын, ата-ананың абыройын асқақтатуларын тілеймін. Алла жолдарың болсын. Рахмет. 11-ші сыныпта кім есіңізде көбірек қалады? Менің есімде көп қалатыны Айтбек Рауан, пәнімді таңдап отырып, Әсемай, жаңағы Алтынбай Әсемай, жақсы оқитын мен, Нуазова Жұлдызай, Кернебекова, Нұрдана, Ұлдана, содан кейін Мықтыбаева қымбат өзінің ерекшеліктерімен есімде қалады. Лаура бар, барлықтарың есімде қаласындар. Осы біздің сыныппен қандай қызықты оқиғалар болды? Соның бірін айтып берсеңіз. Сіздердің сыныппенен мен анау айтқан бір қызықты, мен пәнім негізгі сабақ болғандықтан өте қызықты пәнім деп нете алмаймын енді. Дәуірмен, Рамазанмен қызықты нәрселер болмаса. Айта берсеңіз. Тыныштықбаев, Жансерікпен қызықты нәрселерім болмаса, қалғандарын айтар қасымда есебімді шығарып, күлім ойнап, ақылымды айтып жүрдім. Соның бәрі қызықты нәрсе, әр күнім маған қызықты нәрсе. Сендерге айтқан ақылым болсын, бәрі қызықты нәрсе айтады. Ұмытылмас жағдайларым көп болды ғой. Жансерік айтып өттіңіз ғой, Рамазан деген сияқты. Сонымен қандай қызықты оқиғалар болды? Мысалға айтып өтсеңіз. Мысалға ма? Бақылау бақылау жұмысын көшіріп алу. Жаңағы кім Рамазанменен қызық нәрсе, Рамазан өмірі бірінші сабақ болған кезде келмейді. Екінші сабаққа ұйықтап қалдым деп келіп отырады, бірақ Рамазан өзі менің балам досы болғандықтан жақсы көремін. Ал енді ана кім Дәуір менен ұлттық бірыңғай тестке барам деп жүрегімді алғаны қызықты болды. Соған енді ол милиция болам, мен жаңа тестке барам деп. Сонымен Дәуренді зорға дегенде көндірдім осы. Ең болмаса шығармашылық тестке баршы деп көндірдім. Ол өйткені ол өзінің білімін біледі. Дәуір, саған сәттілік тілеймін. Болашақта милицияның подполковнигі болуыңа тілектеспін. Егер де сен осы біліммен жүрсең. Рахмет. Болашақта әр оқушыдан қандай үміт күтесіз, немесе қандай тұлға ретінде көресіз? Барлық оқушылардан биік шыңға шығуын тілеймін. Барлықтарын осы Қазақстанның үлкен азаматы болуын тілеймін. Барлықтардан үмітім зор.
Өйткені осы сендер 11 жыл білім алғанда ата-ананың борышын ақтаймын деп неке ұлттық бірыңғай тестілеуге барайын деп отырсыңдар. Сондықтан өздерінің қалаған мамандықтың иесі болып, бізді қуантып, сол саланың білікті маманы болады деп өзім сенім артамын. Әлі де мен сендер қанша осы уақытқа дейін білім сапаларыңызды төмен көрсетіп берсеңдер де, мен өкпелетсеңдер де, мен сендерден үмітімді үзбеймін. Сондықтан сендер биік шыңға шығады деген үлкен сенімдемін. Рахмет. Көп. Сәлеметсіз Әпкеев. Саламатсыздар. 11 сыныпқа қандай тілек тілейсіз? Биылғы бітіруші түлектерге тілерім, қымбатты 2019 жылғы мектеп түлектері, міне сендер үшін бір санаулы күн қалды. Яғни сендердің ойлаған ақ армандарың бары әрқайсыларың сол ақ армандарға жете беріңдер. Мынау мектепте отырған сендердің әрбір кездерің менің көз алдымда. Әр оқушының 13 оқушы болса, 13 оқушының сабақта, физика сабағында қалай жауап бергенің барлығы менің әлі көз алдымда. Енді алда үлкен сын тұр сендерде, ол яғни бірыңғай оқу тесті барлықтарға келіп 140 бала оларға шын жүректен тілектеспін. Рахмет. 11 сыныптан кім есіңізде көбірек қалады? Әрине ішіндегі мынау кім Әсемай, Жұлдызай, Рауан оқушымына соңғы жақсы ғылыми жобаны қорғап бірінші орын алып жатыр физикадан, ғылыми жобаға ерекше үлесін қосты. Қымбат, содан кейін Назира, барлықтары көз алдында, партада отырғандарың, жауап бергендерің, кіргендерің сыныпқа, соның барлығы көз алдында мен үшін елестеп тұратын сияқты да. Осы біздің сыныптан қандай қызықты оқиғалар болды сыныппен? Соның бірін айтып берсеңіз. 7 сыныптан бастап басталды ғой физика пәні. Кейбір оқушылардың есіме қалатыны, алдыңғы партадан гөрі артқы партаға барып отырайық, шәкпе артқы партаға жақсысы өзіме ұнайды деп кейбір оқушылар жүгіріп сабаққа кететіндері көз алдымда. Содан кейін оқушылардың сабаққа дайындығы өте жақсы дайындалып келетін. Болашақта әр оқушыдан қандай үміт күтесіз? Және қандай тұлға ретінде көресіз? Болашақта мен осы оқушылардан үлкен үміт күтемін. Осы оқушылар өзінің ойлаған мақсаттарына жетсе, жақсы бір мамандықтың иесі болса деген ойдамын. Біздің жаңағы Шоқын Уәлиханов атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін үмітімізді ақтаймыз деп ойлаймын. Өзімше оқушыларша барлығы да жаман емес, талабы, дайындығы жақсы жүріп жатыр. Рахмет көп.